OLX мықты ма, Instagram мықты ма? Қайсысында табыс көп? OLX тіпті Польшада бар. Бизнестегі қателіктер мен осы білімді пайдаланып, доходыңызды көбейтсеңіз болады. Қандай қиындықтар болды, қалай шештіңіз? Бизнесті қалай бастарыңызды білмей жүрсеңіз, осыны пайдаланыңыз. OLX-та қателеспесем 6 миллионнан жоғары Қазақстанда подписчик бар. Бизнеске мүлдем хабар жоқ адамдар да 1,5 миллионға дейін диван саласында табыс тауып жатыр. Демек 6 миллион клиент бар деген сөз. Енді сіздің онлайн бүкіл Қазақстанға магазиніңіз бар. Киім-кешектің платформасы ол Instagram. 10 шақты ғана критерийлері бар. Бәрі оңай, қарапайым. Сіз Атырауда тұрасыз ба, жоқ әлде Астанада тұрасыз ба? Өмірінде бизнес жасап көрмеген адамдар да жасай алады. Армысыздар, бұл бизнес бастау каналы. Бұл канал бизнес бастағысы келетіндерге және бизнесі барларға арналады. Есімім Тағаев Нұрсұлтан, бизнесті нөлден бастау бойынша экспертпін. Бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінде сату спикері болып жұмыс жасағанмын. Компанияға 2 айда 11 миллион плюс табыс алып келгенмін. Ең актуалды тақырыптардың бірі қазіргі таңдағы OLX-те табыс көп па, жоқ әлде Instagram-да табыс көп па? Екеуін салыстырып көреміз. Бұл каналда көбісі тіркелмей көреді екен. Бұл каналға тіркеліп алыңыз, себебі аптасына 2 мәрте видео шығып отырады, соны бірінші болып көресіз, бизнесіңізге пайдаланасыз. Барлығы сізбен біздің жағдайымыз үшін. Каналға тіркелсеңіз, видеоларды бірінші көріп отырасыз. Мышление бойынша, тұлғалық даму бойынша және бизнестегі қателіктер мен бизнесті табысты жасау үшін видео контенттер салып отырады. Сол үшін комментарияға өз ойыңызды жазып өтіңіз. Мүмкін сіз де осы жолдан өткен шығарсыз. Сізде бизнес бастар кезде қандай қиындықтар болды, қалай шештіңіз, жаза кетіңіз. Жақсы ма? Қазір барлық білімді беремін. Осы білімді пайдаланып, доходыңызды көбейтсеңіз болады. Бизнес бастап кетсеңіз болады. Бизнесті қалай бастарыңызды білмей жүрсеңіз, осыны пайдаланыңыз. Ал егер маған наставник керек, маған жол көрсететін адам керек, жолымды қысқартатын адам керек дейтін болсаңыз, менің 2 айлық онлайн курсым бар. Қазақстанның қай бұрышында болсаңыз да, кәсіпті нөлден бастап кетуге мен көмектесемін. Кәсіпті нөлден бастау деген не? Кәсіпті нөлден бастау деген бұл өмірінде бизнес жасап көрмеген адамдар да жасай алады. Нөлден деген сол. Бизнестен хабары жоқ адамдар да, өмір бойы бір қызметте жұмыс жасағандар, бизнеске мүлдем хабары жоқ адамдар да 1,5 миллионға дейін диван саласында табыс тауып жатыр. Ендеше кеттік, бүгінгі өте актуал тақырыптардың бірі бұл OLX мықты ма, Instagram мықты ма? Қайсысында табыс көп? Енді OLX бірінші видеоны соңына дейін көріңіз. Соңында мен сіздерге OLX-те тез бастап кетуге болатын, тез тартылым алып келетін салалардың тізімін берем, соларды пайдаланасыз. OLX қазір таңда Қазақстанда 70% адамдарда, 70-80% адамдардың телефонында бар приложение, қосымша деп айтуға болады. Келсеңіз ба? Көп адамдар ойлайды, OLX бұл ескі құсқы нәрселер салады деп, жаңағы үйдегі тек үйдегі нәрселерді ғана салады деп, солай ойлайды да ғана онша пайдаланбайды. Ал негізі OLX-та қателеспесем 6 миллионнан жоғары Қазақстанда подписчик бар. Демек 6 миллион клиент бар деген сөз OLX-те. Бизнестің алғашқы қадамдары, егер сіздің точкаңыз жоқ болатын болса, егер магазиніңіз жоқ болатын болса, сіз онлайн осы маркетплейстерді пайдалануыңыз керек. Осы маркетплейстер OLX, Instagram арқылы табысты мен де тапқанмын. Және бұл ары қарай жалғасып кете береді. Сондықтан осы маркетплейстерді пайдаланыңыз, табысыңызды арттырыңыз, отбасыңызды асыраңыз, жақсы өмір сүру салтын қалыптастырып алыңыз. OLX тіпті Украинада бар, OLX тіпті Польшада бар, OLX-ті әлемде пайдаланады деген сөз. Демек, қаншама кәсіпкерлер, бизнесмендер осы OLX-ті пайдаланып жатыр. Сізде табыс тапсаңыз болады. OLX өте қарапайым приложение. Егер сіздігі телефоныңыз iPhone болатын болса, App Store-дан тартып алсаңыз болады. Немесе Android болатын болса, Play Market-тен тартып алсаңыз болады. Кіріп, регистрация жасайсыз. Регистрация жасауда өте оңай. Және сізге OLX-тан пароль келеді, болды, сіз OLX-те магазин аштыңыз деген сөз. Енді сіздің
онлайн бүкіл Қазақстанға магазиніңіз бар деген сөз. Онлайн көрсете берсеңіз болады. Немесе өзіңіз сол OLX тартып алып, ішіне қарап көріңізші. Қаншама нәрселер сатылып жатыр. Өте көп. Енді көріп шықсаңыз болады. Қайсы менің қолымнан келеді ау дегендерді сатсаңыз болады. Сізге жақын тауарларды қойып көрсеңіз болады. OLX-ті ашқаннан кейін өзінің бір 10 шақты ғана критерийлері бар. Бәрі оңай, қарапайым. Бірінші заголовокқа жазып бер, яғни тақырыбын. Егер сіз телефон сатып жатсаңыз, телефонды әдемілеп жазып қоюыңыз керек. Телефон, сотовый телефон, ұялы телефон, тақырыпты айқайлатып жазып қоюыңыз керек. Одан кейін өзінің категориясына қоясыз. Категориясына деген ол магазины. Категориясына қойғаннан кейін описание жазасыз оған. Описание, яғни тауарыңызды суреттеп жазасыз. Мысалы, телефон сатып жатсаңыз, телефоныңыз қандай маркалы, қай елден келген, қанша түрі бар, қандай түстері бар деген сияқты описанияға бір бастапқыда 5-6 сөзбен жазып қойыңыз. Кейін офер, копирайтинг деген нәрселер, оларды келесі сабақтарда бөлісемін және өзімнің курсымда айтатын боламын. Описанияға осылай жазып қойыңыз, әдемілеп жазып қойыңыз рет-ретімен. Одан кейін қай қалаға қойғыңыз келеді. Мысалы, сіз Атырауда тұрасыз ба, жоқ әлде Астанада тұрасыз ба, Алматыда тұрасыз ба, өзіңіздің қалаңызды таңдаңыздағыны. Все, нөмір жазасыз, нөміріңізді көрсеңіз, поштаны тіркейсіз, все, опубликовать. Яғни кетті. Бір жарнамаңыз кетті деген сөз. Бір жарнамаңыз бүкіл Қазақстанға кетті деген сөз. Өте қарапайым осындай құралдары бар, өте қарапайым критерийлері бар. Тіпті мектеп оқушылары да жасай алады бұны. Мектеп оқушылары жасай алатын нәрсені сіз неге жасай алмайсыз? Қараңыз, OLX-те не сатуға болады? Киім-кешектер қатты өте қоймайды. Киім-кешектер қатты өте қоймайды OLX-те. Киім-кешектің платформасы ол Instagram. OLX-те өзінің мықты өтетін тауарлары бар. Өзіңіз есіңізге түсіріп көріңізші, өзіңіз OLX-те пайдаланған кезде нені іздедіңіз? OLX-те услугалар, электрик керек па, машина жөндейтін керек па, тігінші керек па, жаңағы кранавщик керек па, кран керек па сізге? Услугалар осы OLX-те. Және воротада жаңағы тез өтетін құрал саймандар, техникалар, телефон, үйдегі электронды жабдықтар барлығы осыдан салынады. Тіпті үйіңізде тұрған өзіңіз пайдаланбайтын затты да қойсаңыз болады. Ол да біреудің қажеттілігіне жарайды. Сіз керек етпеген нәрсені біреу сатып алады. Сіз керек етпеген нәрсені біреу үйіне пайдаланады. Міне, осылай табыстың көзін арттырасыз, осылай табысты жасайсыз. OLX-те 8 суретке дейін рұқсат беріледі, яғни 8 суретін, мысалыға сіз очки сатып жатсаңыз, осы очкидің әдемілеп түсіріп, футлярымен түсіріп, осылай 8 суретін адамға кигізіп көрсетіп, осылай түсірсеңіз де болады. OLX-та эмоция бере алмайсың, сол ғана. OLX бұл қармақ сияқты. Анда-санда бір балық келіп түседі, анда-санда бір-екі клиент келіп түседі деген сияқты. Бірақ осы OLX-тің өзінде миллиондап оборот жасап жатқандар бар. OLX-тің өзінде күніге миллиардтаған оборот ақша жүреді. Яғни сатылым мықты жүреді деген сөз OLX-те. Тек жақсы өтетін заттарды, өтетін қызметтерді салып отыру керек, топқа шығарып отыру керек, адам неғұрлым көп адамға көрсетіп отыру керек, болды. Міндетті түрде звонок келеді, міндетті түрде тапсырысты аласыз, заттарыңыз өтеді. Мысалы, Балқаш көлі деп алыңызшы, Балқаш қандай үлкен көл. Үлкен көлде балық, миллиондаған балық бар. Соған миллиондаған балыққа бір қармақ салып отырсыз деген сөз ғой. Бір қармақты жан-жағынан қойып тастау. Яғни рекламаларды OLX-тің өзінен бір затқа, бір очкиге офермен әдемілеп 10 реклама қоюға болады, 20 реклама қоюға болады. Жан-жақты бір тауардың өзіне қоя беруге болады. Міне OLX деген бастапқы құрал. OLX арқылы сіз тренировка жасайсыз, OLX арқылы сіз офер копирайтингті әдемі жасайтын боласыз. OLX-ке реклама сала беріп, жарнама сала беріп, қолыңызды машықтандырасыз, яғни сізде сол әдет қалыптасады. Бұл алғашқы фундаменті. Бизнестің алғашқы фундаменті десек те болады. OLX-те үйренген адам
OLX-ті баста үйренген адам ары қарай Instagram оған оңай болады. Тез бas шығып кетуге болады. OLX-те одан кейін тауарлар өте мықты өтеді. Кез келген тауар. Пожалуйста, сіз ауылда тұрасыз ба? Ауылда тұрсаңыз да өзіңізге жақын қалаға қойыңыз. Мысалы, сіз оңтүстік Қазақстан облысына тұратын болсаңыз, Шымкент қаласына қойыңыз. Кейін клиентпен сөйлесе, мысалы, ауылдық жерлерде ет мықты өтеді. Ауылдық жерлерде ауылдың құрты қатты өтеді. Келісесіз ба? Қаланың адамдары ауылдың таза табиғи өнімдеріне мұқтаж. Ауылдың таза табиғи өнімдерін қалаға жеткізіп беріңізші, қалаға ұйымдастырып беріңізші. Қаладан 2000-ға 3000-ға алып жатса, сіз егер ауылдың таза өнімін әдемілеп көрсете алсаңыз, 2 есе бағаға алуға дайын, егер сіз көрсете алсаңыз. Яғни 2000-3000 деп тұрған қаладағы нәрсені сіз таза табиғи өніммен кемі 5-6 мыңнан сата аласыз. Бірақ бұның бәрін жайлап үйренесіз. Міне, ауылда тұратындарға ауылды жерде мен ешнәрсе жасай алмаймын, ауылды жерде немен айналысуға болады дейтіндер болса, пожалуйста, жасаңыз. Сылтау, барлығы шектеу адамның миында. Адамның миында ғана шектеу болады. Мен жасай алмаймын, мен қалада болғанда жасайтын едім, маған мүмкіндік болғанда, мен ақшам болғанда жасайтын едім дегеннің барлығы сылтау. Бизнес нөлден басталады. Бизнес аз қаражатпен басталады. Ары қарай миды істетіп, маркетинг үйреніп, қалай сатуды жасай, күнделікті жасай беріп, әдетіңізге айналып, сол әдетіңіз сіздің тағдырыңыз жасайды, яғни өміріңізді жасайды деген сөз. Бір-екі табысқа ілінгеннен кейін, сіз ары қарай масштабтауыңыз керек. Яғни OLX-тан енді Instagram-ға өтуге болады. Сіз әбден OLX-ті машықтандыңыз, OLX-ті жасап көрдіңіз. Енді ары қарай Instagram-ды қосу керек. Себебі Instagram бүкіл әлемде. Қазақстанда 95% адамдар Instagram-да отырады. Келісесіз ба? 95% адам Instagram-да отырады. Демек, сіз жарнамаңызды енді Instagram-ға көрсетуіңіз керек. OLX-қа тек рекламаларды сала беру, OLX-те тегіні бар, жарнаманың, және ақылысы бар. Тегіні деген қараңызшы, енді тегінде қойып береді, бірақ оларда жұмыс жасап жатыр ғой. Оларда ақша төлесең ғана, яғни көп адамға көрсетеді. Яғни топқа шығарып отыру керек, белгілі бір сумасын төлеп отыру керек. Мысалға, сіз телефон сатып жатсыз. OLX-ке салдыңыз, жарайды. OLX-ке салдыңыз. Сіз сияқты да салып жатқан адамдар бар ғой. Сіз сияқты да телефон сатамын деп жатқан адамдар бар ғой. Олардың бәрі бір-бірімен бірінші, екінші болып тұра бермейді ғой. Сіз тегінге қойсаңыз, сіздікі астына қарай түсе береді, кім ақша төлейді, соныкі үстіне қарай кете береді деген сөз. Сондықтан 1-2 мың теңгесіне қойып жіберу керек, апталығына, айлығына қойып жіберу керек, тексеріп көру керек. Егер соған звоноктар көп келіп, жақсы өтіп жатса, сіз уже оны турбо продажа деген бар, турбоға шығарсаңыз болады. Яғни көп адамға көрсетеді. Неғұрлым бірінші қойып отырады сіздікін. Бірінші сіздікін қойып отырады. Адамдар ашқан кезде бірінші көрсетіп отырады. Вот, жайлап осы дәрежеге шығып алуыңызға болады. Ал Instagram-да қалай? Instagram-да сіз эмоцияны бере аласыз. Instagram-да шынайы, Instagram арқылы сіз шынайы образ бере аласыз. Instagram арқылы сіз видео түсіре аласыз. Instagram арқылы мына очкидің киіп көрсетіп, осы очкидің эмоциясын бере аласыз. Адамны киіп көрген кездегі қуанышын сыйлай аласыз. Түсіндіре алдым ба? Сол үшін OLX бұл қармақ болса, Instagram бұл уже комбайн. Клиенттерді комбайн сияқты орап алады. Комбайн сияқты көп адамға көрсетіледі деген сөз. Енді Instagramның өзінің критериялары бар, Instagramның өзінің оқулары бар. Instagram қазір бір ғылым. Оны әшейін былай жасай беруге болады, бірақ ішіне кіру керек. Бәрін жеке. Сізді Instagramда қалай іздеу мүмкін? Заттарыңыз не деп жазған кезде адамдардың алдына көрінеді. Видеоны қалай түсіруіңіз керек? Суретті қалай қоюыңыз керек? Міне бұның бәрі кәдімгі ғылым, оқуы бар. Instagramның оқуым керек. Енді бастапқыда бірден сізге бүкіл Instagram білудің қажеті жоқ. Жай бастап көріңіз.
Бастапқы суреттерін бастаңыз, көрінсе әрекеттен басталады. Закон малого начала, аз қантай әрекет жасаңызшы, ары қарай басталып кетеді. Өмірде ең қиын нәрсе бір нәрсені бастап кету, бастау қиын. Бастансаңыз, ары қарай өзі реттеледі, ары қарай өзіңіз біле беріңізге. Мына жерде қандай не қоюға болады, видеоны қалай әдемілеуге болады, адамдарға қалай көрсетуге болады, қалай эмоцияны жеткізуге болады, қалай көбірек адамдармен, қалай клиенттермен көбірек сөйлесуге болады деген сияқты өзіңіз-ақ іздене бастайсыз. Одан кейін Instagram аша салып, подписчик жинау бұл маңызды. Себебі сіздің затыңызға живой подписчиктер керек. Сіздің қызметіңізді көретін живой подписчиктер керек. Енді сіз подписчиктерді қалай жинайсыз? Подписчиктерді жинаудың түрлі тәсілдері бар. Ол Reels арқылы, Reels түсіре бастайсыз, жайлап жүріп. Егер мен Reels түсіре алмайтын болсаңыз, ақырындап сурет қойып бастаңыз. Ақырындап дайын телефонның видеоларын салып бастаңыз. Және таргетинг рекламасы бар. Инстаграмда таргет рекламасы бар. Сіздер талай естіп жүрген таргет рекламасы. Таргет рекламасы деген бұл Инстаграмда отқан кезде алдыңызда подробный бас деген сияқты рекламалар шығарады. Міне осы таргетинг рекламасы. Егер сіздің қызығушылығыңыз ағылшын тілі болатын болса, сіздің алдыңызға Инстаграмда ашқан кезде ағылшын тілін үйрететін туралы рекламалар қаптап шыға бастайды. Инстаграм алгоритм осы. Яғни сіз неге қызығатыныңызды біледі. Сіздің аузыңыздан сөз шықса да, сіз не туралы әңгімені көп айтасыз, Инстаграм соны зафиксировать етіп, сіздің қызығушылығыңызды анықтайды. Егер сіз Инстаграмға поиске көбірек ағылшын тілі деп іздейтін болсаңыз, сізді Инстаграм алгоритмі сол, сізді ағылшын тіліне қызығатын адам деп сақанат етеді дағына, рекламаны сіз сияқты адамдардың алдына көрсете бастайды. Таргетинг рекламасын алғашқыда аз сумамен тестировать етіп көріңіз. Күнделікті бір $2, $3, $1 да қоюға болады, $2 да қоюға болады. Ары қарай сіздің креативіңізге байланысты, қойған суретіңізге байланысты, қойған видеоңызға байланысты жасай әдемілей бересіз. Бірінші бір суретті жіберіңіз. Мысалы, сіз мебельден айналысатын болсаңыз, бастапқыда мебельдің суретін жіберуге болады, Мысалы, бізде қазір акция. Осындай мебель алатын болсаңыз, үйіңізге доставка деген сияқты бір суретті жазып, өзіңіздің қалаңызға таргетинг рекламасын жіберсеңіз болады. Тексеріп көріңіз. $1, $2 қайда кетіп жатқан ақша, зато бастап көресіз. Егер соған звоноктар көбейіп, сізге подробный басып келіп жатса, адамдар ары қарай сатылым болып жатса, ары қарай $3, $4, $5 көбейте бересіз. Ақшаны көбейткен сайын көп адамға көрсетеді деген сөз. Ақшаны көп болған сайын қалаңыздың бүкіл аймағын алады деген сөз. Соған бірақ қараңыз, мынаны есте сақтаңыз. Мен ақша көп салсам болды екен, менде клиент көп болады деген нәрсе емес. Бәрі әсер етеді. Сіздің жіберіп жатқан суретіңіз қандай, креативіңіз қандай, видеоңыз өтімді ма, өтімді емес па, ішінде оффері бар ма, жоқ па, яғни адамдардың проблемасын шеше алатын сөздер бар ма, жоқ па. Міне осыларға қарау керек, осылардың бәрі әсер етеді. Егер осылардың бәрі четко әдемі болып тұрса, демек күшті өтеді. Демек сіз жарасыз деген сөз. Демек сіз бүкіл клиенттердің назарын өзіңізге аударта аласыз солай. Міне қазіргі таңдағы ең бизнесмендерге, кәсіпті нөлден жасап жатқандарға табыс әкелетін маркетплейс бұл ең алғашқы оңайы OLX пен Instagram. Енді қараңыз, сіз өзіңіз ойланыңыз, сіздің тауарыңыз OLX-те өтеді ма, жоқ Instagram-да өтеді ма? Мен бағана айттым, киім кешектер OLX-те өтуі мүмкін, бірақ үлкен деңгейде емес. Өтеді, бірақ салып көріңіз. Киім кешекте Instagram-да қатты өтеді. Киім кешекте просто бұлай видеомен көрсету керек. Киімдерді видеомен, әдемілеп, эмоциямен көрсетіп, видео арқылы Instagram-ға ғана сала аласыз. Видеоны OLX-ке сала алмайсыз. Видеомен нені көрсетуге болады? Соны Instagram-ға салсаңыз болады. OLX-те де сіз әдемі суреттерді, эмоцияны көрсете аласыз, бірақ тек суреттер арқылы ғана. Суретіңіз әдемі болатын болса,
клиенттер міндетті түрде хабарласады. Суретіңіз өтімді болатын болса, клиенттер міндетті түрде хабарласады. Міне осындай үлкен мүмкіндіктер бар. Бұл бизнес бастау каналы тек қана бизнес бастау бойынша емес, тұлғалық даму бойынша сіздің өмір сүру, әдемі өмір сүру, креативті өмір сүруіңізге ықпал ететін канал. Сондықтан каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Комментарийға келесі видео сабақ қандай тақырыпта болсын жаза кетіңіз. Қандай тақырып сізді қызықтырады? Мен бар білгеніммен бөлісемін. Менде қандай білім бар, мен соны бөлісемін сіздермен. Мышление тақырыбы қызық па сізге? Азғантай қаражатпен қалай бастауға болады? Таргет рекламасын Facebook арқылы жіберген дұрыс па? Жоқ әлде Instagram арқылы жіберген дұрыс па? Міне, қандай тақырып сізге қызық, комментарияға жаза кетіңіз. Мен келесі сабақта міндетті түрде түсіруге тырысамын. Жаңа мен алдында айтқандай, OLX-те жақсы өтетін тауарлар, бұл барлық тауарды тексеріп көруге болады. Просто тексеріп, тест ретінде жіберуге болады. Бірақ мықты өтіп жатқандар пластик саласы, ворота саласы, дивандар, OLX-те жаз мезгілінде вентиляторлар мықты өтеді, бассейндер өте мықты өтті. Бұлардың бәрімен мен өзім айналысқанмын OLX-тен, сондықтан осыларға кеңес беремін. Және OLX-те кезең-кезеңмен салып отырсаңыз, мысалы жаз кезінде не өтуі мүмкін, соны ойлаңыз. Жаз кезінде вентилятор адамдарға керек. Барлығының үйінде кондиционер бар деген нәрсе емес қой. Кондиционер қатты өтеді. Кондиционердің алуға барлығы шамасы жете бермейді, келісесіз ба? Вентиляторлар өте қатты өтеді. Сосын үйінде кішкентай бөпесі барлар кондиционерді қоса алмайды. Солай адам қиналады. Бизнес деген міне осылай біреудің проблемасын шешесіз, біреуге көмектесесіз. Яғни ол адамға сіз вентилятор жеткізіп беріңіз, вентиляторды сатыңыз. Ол адам сол арқылы вентилятор арқылы проблемасын шешеді деген сөз. Міне бассейн саласы, надувной бассейндер өте жақсы өтеді. Осыларды ешқандай қиындығы жоқ. Барлығын нөлден бастауға. Мен өзім self-made, барлығын өзім бастағам, нөлден бастағам десем де болады. Осы менің жолымды үйренгілеріңіз келсе, бұл білім маған жеткіліксіз, наставничество керек, ары қарай орта керек, маған тура жол, маған қысқа жол көрсететін адам керек дейтін болсаңыз, 2 айлық онлайн курсқа қатысыңыз, Қазақстанның қай бұрышында болсаңыз да, нөлден бастау. Сіздің қолыңыздан не келуі мүмкін? Сіздің ыңғайыңызға қарап нишалар таңдаймыз. Сіз нені жақсы көріп жасайсыз, соған қарап бизнес таңдауға көмектесемін. Және оны реклама жасау, маркетинг, офер, копирайтинг және соңы келген клиентпен сату өнерін үйретемін. Міне осының барлығын 2 айлық онлайн курста үйретемін. Менде оқыған шәкірттерімді менің Instagram парақшамнан көрсеңіз болады. Instagram парақшама тіркеліп алыңыз. Ол жақта да сіздің бизнеске қатысты пайдалы ақпараттар салынып отырады. Ал егер осы YouTube-тан үйренем дейтін болсаңыз, менің нөлден қалай бастауға болады видеоларым бар, барлығын көріп шығыңыз. Сол арқылы да өзіңіз бастап кетсеңіз болады. Бұл канал өзін жасайтын адамдар үшін. Бұл канал бизнесмендерге шабыт мотивация беру үшін. Бұл канал кәсібін енді бастап қиналып жүрген адамдарға пайдасын тигізу үшін. Егер бизнесіңіз болатын болса, ары қарай оны қалай масштабтаймын, қалай клиент көбейтемін, сол мәселелерді шешу бойынша көмектесетін каналға подписаться жасаңыз. Бизнесте қиналып жүрген достарыңыз болса, таныстарыңыз болса, осы видеоны поделиться деп бөлісіп жіберіңіз, WhatsApp чаттарға жіберіңіз. Барлығының көзі ашылсын, барлығы әрекет жасасын, барлығы кәсіпті жасап көрсін. Кәсіпті қалай жасайын деп ойланып жүргендер, міне осылай соқырға таяқ сатқандай жай түсіндіріп бердім. Ары қарай осыны бірге бір жасаса, міндетті түрде табысқа шығады. Қадам-қадаммен көрсетіп бердім. Тек қана шайнау керек болды. Шайнап бердім, тек қана жұтып отса болды. Ары қарай әр адам өз жағдайын жасайды. Қазақстан гүлдейді сол кезде. Кәсіпкерлер көп болатын болса, жұмыс берушілер көп болады. Жұмыс істейтін адамдар көп болады. Қазақстанда кәсіпкерлердің саны көбейеді. Кәсібі жақсы жүріп жатса, адамның көңіл күйі де жақсы болады. Көңіл күйі жақсы адам отбасында сақтай алады. Барлық адамға көмектесе алады деген сөз. Сондықтан барлық нәрсе ойыңызды түзеңіз, көңіл күйіңізді көтеріңіз, көңіл күйіңіз түзелген кезде барлық нәрсе шешіледі. Келесі видео сабақта жолыққанша сау саламатта болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, бай бақуатты болыңыздар.
кәсіптеріңіз өрге домалап, Қазақстанның мықты азаматтары болуына тілектеспін. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.